отбасы жайында болмақ. Яғни енді ата-ананың менің отбасым менің мақтанышым. Өйткені біз бір-бірімізді қолдап, сыйлап отырамыз. Әжем мен атам маған еңбекқорлықтың үлгісін көрсетеді. Ата-ана отбасының жылулығы және ынтымағын, бірлігі мен тыныштығын қамқорлыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке тәрбиелейді. Ата-ана отбасындағы өздерінің күнделікті жұмысы, тындырған ісі туралы бала-шағасының алдында айтып, әңгіме дүкен құрады. Әкеміз балаларының жетістігіне бірге қуанады. Бұл біздің отбасымыздағы мақтаныш сезімін тудырады. Иман атамыз 1940 жылы 17 шілдеде Ленин колхозы қазіргі Аманкелді ауылында дүниеге келген. Ал Гауһар әжем 1946 жылы Ленин колхозы Жетікөл ауылдық советінде дүниеге келген. Отбасында татулық пен түсіністік елдің тыныштығының бастауы. Мен өз атамды мақтан тұтамын. Атаның бала тәрбиесіндегі рөлі отбасындағы аса маңызды әрі ерекше міндеттерінің бірі болып саналады. Атам үнемі бізді еңбекқорлыққа баулып отырады. Оның берген ақылы, тәлім-тәрбиесі үнемі менің жүрегімде. Әкем атамнан үлгі алып тәрбие көріп өссе, ал анам осы отбасына келін болып түскелі әжемнен отбасылық құндылықтар сабағын алып келеді. Мен ес білгелі шаңырақтағы әрбір мүшесімен, абысын келіндерімен сыйласып, қуанышы мен қайғысында үнемі бірге болатынына куә болдым. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесінде отбасымызбен жиналып, ата-анамыздың шаңырағында Наурыз көжеден дәм татылып және Иман атамыз немере шөберелеріне бата жаттатып, әсем қоңыр даусымен баршаға ән арнайды. Әр мереке қарсаңында әулетіміз бас қосып, отбасы мүшелерімен мерекелік жиындар ұйымдастырылып отырады. Қорытындылай келе, отбасы өзара түсіністік пен құрметке толы шаңырақ. Берік отбасы, берік мемлекет деп санаймын. Жаратқан емдар бол, отбасты, бала-шағаны аман етсін. Кішкентайларым өз қатарының амды болсын. Халқымыз, еліміз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын. Балалар өз қатарының амды болсын.